Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен медовый печенье пісіреміз. Ол үшін бізге разрыхлитель, сары май, қант, ұн, жұмыртқа және де бал қажет. Барлық ингредиенттердің құрамы мен мөлшері описаниеда жазылған. Ең алдымен сары майды осылай ертіп аламыз. Енді біз қамырымызды жасаймыз. Ол үшін жұмыртқа мен қантты жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Осылай шым-шым тұз бен разрыхлительді үстіне қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Менде бал етілген өзі сұйық бал болды. Сіздерде егер балдарыңыз қою болатын болса, онда водяной баночкада ертіп алсаңыздар болады. Міне осылай біраз қасық қосып, үстіне ақырындап сары майымызды қоса отырып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнды қосасыздар, қамырды ары қарай қолмен елейсіздер. Міне біздің қамырымыз осындай болу қажет, пластилин сияқты. Енді бұл тестамызды кішкене тындыру үшін қойып қоямыз 15-20 минутқа. Біздің тестамыз 15 минуттай тұрды. Енді бұны кішкентай бөліктерге бөліп печенье жасаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көлемдерін немесе түрлі формочкаларды қолдансаңыздар болады. Мен өте қарапайым, осылай қолға дөңгелектеп, үстінен сәл-сәл басып, осылай домалақ пішінде жасайтын боламын. Менде осындай көлеммен шамамен 14 печенье шықты. Енді осылай дайын болған печеньеларымызды пергаменттің үстіне противеньге салып шығамыз. 200 градуста шамамен 15-20 минутта пісіп шығады. Міне біздің печенькаларымыз духовкадан жаңа ғана дайын болып пісті. Кішкене суыған соң ұсына берсеңіздер болады. Кез келген кілегеймен немесе қаймақпен жесеңіздер өте дәмді. Прям рекомендую. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Өте қатты тәтті емес, сондай домашний печенькалар. Сіздерге сәттілік. Келесі кездескенше аман болыңыздар.